Сөз депутат Шиповских Геннадий Геннадьевичке беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Біздің депутаттық сауалымыз үкімет басшысы Олжас Абайұлы Бекеновқа жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, еліміздің денсаулық сақтау жүйесіндегі ерекше әрі стратегиялық маңызы бар жалғыз мемлекеттік мекеме бұл Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің жіті бақыланатын мамандырылған үлгідегі республикалық психиатриялық ауруханасы жұмыс істейді. Бұл мекеме қоғам үшін аса қауіпті істер жасаған психикалық ауытқулары бар адамдарды сот шешімімен мәжбүрлі түрде емдеуге жіберетін жалғыз орталық. Бұл аурухана Алматы облысы Талғар ауданы Ақтас ауылында орналасқан. Сондай-ақ мекеменің елдің ең ірі мегаполисі Алматы қаласынан небәрі 35 шақырым жерде орналасуы ерекше назарды талап етеді. Мұнда еліміздегі ең қауіпті контингенттері, яғни террористік және экстремистік ұйымдардың қатысушылары, шетелдік соғыс қақтығыстарында болғандар, кісі өлтірушілер, каннибалдар, педофилдар және де өзге де аса ауыр қылмыс жасағандар мәжбүрлі түрде емделіп жатыр. Олардың 83% психикалық сырқаттан мүгедек деп танылған. Алайда мұндай стратегиялық нысанның қазіргі жағдайға жан ауыртарлық. Өйткені 1972 жылы салынған ғимаратқа әлі күнге дейін капиталды жөндеу жүргізілмеген. Палаталар тар, пандустар мен лифтілер жоқ, санитарлық гигиеналық талаптарға сай келмейді. Ғимараттар сейсма қауіпті аймақта орналасқанымен сейсма күшейту жұмыстары жүргізілмеген. Алдағы жер сілкінісінің қаупі аурухана үшін ғана емес, жалпы қоғам үшін де өте үлкен қатер. Одан бөлек мекемедегі қоршау талаптарға да сай келмейді. Бұл қоғамдық қауіпсіздік тұрғысынан да аса маңызды мәселе. Өйткені мұндағы науқастардың арасында атышулы қылмыскерлер де бар. Айта кетейік, көпшілікке танымал еліміздің, яғни отандық 532 фильміндегі кейіпкерлердің прототипі дәл осы мекемеде мәжбүрлі түрде ем алып жатыр. Демек, бұл тек медициналық мәселе емес, ұлттық қауіпсіздік мәселесі екенін ескергеніміз жөн. Оған қоса мекемедегі кадр тапшылығы да ушығып тұр. Мәселен, штаттық 750 орынның тек 647-сі ғана толтырылған. Әсіресе кіші медициналық қызметкерлер мен шаруашылық саласы мамандары арасында кадр тұрақтамауда. Негізгі себеп төмен жалақы мен әлеуметтік пакет жоқтығы. Қызметкерлердің жүктемесі ауыр, бірақ еңбек ақысы мен ең төмен деңгейде әлі күнге дейін қалып отыр. Осының барлығы стратегиялық нысанның тұрақты әрі қауіпсіз қызметіне үлкен қатер төндіреді. Ал ең сорақысы, осындай жағдайда біз қоғам үшін аса қауіпті адамдарды бақылауда ұстап отырмыз. Құрметті Олжас Абайұлы, жоғарыда аталғандарды ескере отырып, төмендегі мәселелерді шұғыл қарастыруды сұраймыз. Бірінші, жіті бақыланатын мамандырылған үлгідегі республикалық психиатриялық аурухананы стратегиялық маңызы бар объектілердің қатарына енгізу. Екінші, жаңа 300 орындық корпустың құрылысын бастау, негізгі қоршауды қайта салу, сонымен бірге қолданыстағы ғимаратқа капиталды жөндеу және сейсма күшейту жұмыстарын жүргізу. Үшінші, үкімет қаулысына өзгеріс енгізіп, мекеме қызметкерлеріне төленетін қосымша төлемді арту және әлеуметтік пакетпен қамту. Төртінші, инженерлік жүйелерді сумен қамту, жылу, канализация, электр жабдықтарды жаңарту үшін инвестициялық жоба әзірлеу және қаржыландыру. Құрметті әріптестер, бұл мәселе қарапайым мекеменің жағдайы емес. Бұл қоғам қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін ұлттық мүддеге қатысты нысанның тағдыры. Кешенді шаралар дер кезінде қабылданбаса, біз қайталанбас қасіретке тап болуымыз мүмкін. Депутаттық сауалға заңда көрсетілген мерзімде жазбаша түрде жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Қазақстан Халқы Ассамблеясының депутаттары және депутат Қыдырәлі Нұғманов Сарыбаев. Рахмет.